тарих тағылымы Әнуар Жаманқұловпен бірге. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламуалейкум, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азан радиосының эфирін демалыс күні сіздерге жол тартатын тарих тағылымы радио хабары сіздердің назарларыңызға ұсынылуда, және студияда мен Ануар өздеріңізбен бірге қайта қауышқаныма қуаныштымыз. Тарих тағылымында біздер ұлтымыздың, еліміздің өткеніне көз жүгіртеміз, және бүгінгі хабарымызда ұлтымыздың ұлық мерекесі тәуелсіздік күні қарсаңында қазақ тарихы үшін ерекше бір кезең, Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама деп аталатын сонау бір қиын да қасіретке толы сәттерді еске алатын сәт туып отыр. Ол үшін студиямызға арнайы қонағымызды шақырдық. Бүгін бізде қонақта Халил Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің қауымдастырылған профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты, ұстаз Серік Орынғалиұлы келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Енді қазақ халқының басынан талай небір зұлмат жылдар өткен. Оның барлығын жақсы білеміз. Және біздің бүгінгі тақырыпқа арқау болып отырған әңгімеміз бұл қазақ хандығының кейінгі тұстарын қамтитын 18-ші ғасырдың ортасы болу керек. Шамамен енді өзіңіздің аузыңыздан осы Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деп қазақ халқының санасында қанына сіңіп қалған күні бүгінге дейін осы бір жеткен қасіретке толы жылдар туралы көбірек білсек пе деп отырмыз. Жалпы бұл Ақтабан шұбырынды деген сөздің өзінің астында қандай мән мағына мазмұн жатыр, және ол тарихымыздың қай кезеңімен біте қайнасады? Жақсы. Жалпы біз қазақ жоңғар соғысы туралы айтып отырмыз ғой енді. Қазақ жоңғар соғысы тарихы ұзақ 3 ғасырдан астам уақыт қамтиды. Жалпы қазақ хандығының өзінің қалыптасуының алғы шарттарының бірі болған бұл Әбілқайыр ханның қалмақтардан жеңілуі. Бұл сол 15-ші ғасырдың ортасында болғанда. Әбілқайыр хан бұл алдыңғы Әбілқайыр хан мына көшпелі өзбек мемлекеті деп айтылды тарихта. Болмайтын болса Әбілқайыр хандығы деді, Алтын Орданы отырғаннан кейін пайда болған. Бұл осы кезеңде Әбілқайыр хан салықты көбейтеді дейді. Салықтың көбеюіне наразы болған біраз адамдар, оның ішінде манағы Жәнібек Керей, Әбілқайыр қарсылық көрсетіп, кейін одан бөлініп шығып, қазақ хандығы құрылады. Сол заманнан бастап, мынау жоңғар тарих сахнасына кеткенге дейін жоңғар мемлекеті бұл 18-ші ғасырдың шамалап 58-59 жылдары. Осы уақытқа дейін қазақ пен жоңғар, қазақ пен қалмақ дейді, немесе қазақ ойрат дейді, бәрі бір халық. Түптеп келгенде солар жағаласып соғысып келген ғой. Шамалап 1400 манағы айтқан 20-30 жылдардан бастап 50 жылдар деп айталық жақсы. 1750 жылдарға дейін шамалап 300 жылдай соғысып келген ғой енді. Жалпы осы қазақ жоңғар шапқыншылығы қазақ халқының тарихында бір аса мерзімді уақытты қамтиды, бана айтып кеттіңіз, 3 ғасырға жуық деп. Бұл қазақ халқына жоңғар шапқыншылығының жалпы төнуі, жоңғар шапқыншылығының басқыншылық жасауының негізгі мағынасы неде жатыр? Жалпы жерді тарту, бодандық құру саясаты ғой, Әрине. Жалпы бұлай егер қазақ пен қалмақты немесе қазақ пен жоңғарды алып қарайтын болсақ, шаруашылығы бірдей, экономикасы бірдей, өмір салты бірдей, көшпелі өмір салты деген сияқты. Бұларды айырып отырған тек қана діні. Біреуі манағы ислам дін, мұсылман, екіншісі енді мына буддизмнің бір несі ламаизм діні. Бір бағыты деген сияқты. Осы дін жағына келіспейді. Енді тілмен екі бастан тілдері келіспейді ғой енді. Екі бөлек ұлт қой негізі. Осы бөлек халық, Серік Орынғалиұлы, осы жоңғар ұлтына қатысты бір кішкене сипаттама айтып кетесіз ба? Бұл ұлттың шығу қалыптасу дәуірі, тарихы немен байланысты? Қай ұлтқа қарай жақын? Өйткені әлі күнге дейін мысалға кейбір тарихшылар, эксперттер бір пікірге келмейді. Олар дүнген ұлтымен, ұйғыр ұлтымен байланысты деген бар. Жалпы бұл қаншалықты жаңсақ пікір? Бұл негізі мынау және олардың қазіргі ұрпақтары кімдер? Түсінікті. Бұл моңғол халық. Негізі кезінде Шыңғыс ханның кезінде үлкен Шыңғыс хан империясын құрғаннан кейін моңғол даласына анау шығыс Монғолиядан біраз халықтар келген болатын. Қалқа моңғолдар дейді. Кейін солардың бір бөлігі манағы ол ішіндегі тайпалар, бұлар ұлт деп айту қиын, бұл халық тайпа деп айтуға болады да.
ұлт дәрежесіне көтерілген жоқ. Нақты этностық ерекшелігі жоқ, иә. Бұл кезеңдегі ең үлкен 4 тайпа бірігеді. Чорос дейді, Дербет, Торғауыт, Қошауыт дегендер. Қазақта Торғауыт деп ана көп айтады, Дербет, Торғауыттар немесе. Бұлардың осылар бірігіп шамамен 1640 жылдары жоңғар мемлекетін құрады. Дербеттердің бір бөлігі көшіп, ана қазақтың даласын үстінен басып отырып, бір шамалап 50-60 жылда жылжып келіп, манағы Еділ мен Жайықтың арасына келіп орналасады. Қазақ бұларды Құба қалмақ дейді. Бұл батыс жақта. Бұл Торғауыттардың бір бөлігі, енді араласып кеткен, енді негізінен Торғауыттар болды. Бұлай қарағанда қазақтың сол кезеңде 2 майдан соғыс деп айтуға болады. Бір жағынан манағы шығыстағы жоңғар мемлекеті, екінші жағынан Құба қалмақтар батысымыздан болды. Қазір енді осы, ол туралы енді қазір уақыт болғатса кеңірек айтармыз. Осы қазақ пен қалмақтың соғысы негізінен өзіңіз мана айтқандағыдай жайылым жерге байланысты ғой. Екеуінің шаруашылығы бірдей, екеуі де мал бағады, екеуі де көшпелі шаруашылықпен айналысады деген сияқты. Бірақ бізде көбінесе мынандай бір мәселені ұмытып кете береді. Қазақ жоңғар соғысын айтамыз да, бірақ дәл осы уақытта жоңғарлар Қытаймен де соғысқан. Мынау Қытай болғанда 1640 жылы жоңғар мемлекеті құрылғаннан шамалап 4 жылдан кейін 1644 жылы манжурлар, бұлар да дәл осындай моңғол сияқты халықтар, тунгус манжур деп айтатындар, Қытай жаулап алады. Қытайды жаулап алғаннан кейін Цин империясын құрады да. Олардың да тап сондай шаруашылықтар көшпелі болған, мана жайылымдық жер үшін күресіп келген ұзақ уақыт жоңғарлармен. Кейін бүкіл Цин империясын құрғаннан кейін бүкіл империяның күшін, ресурсын манағы жоңғарлар қарсы жұмсайды, соғысады. Тарихта 3 үлкен Қытай жоңғар соғысы болған. Осы соғыстар жүріп атқан кезеңде қазақтар кішкене еркіндік болады да, олар бұл соғысты жеңіп отырады. Кейін жоңғарлар мен Цин империясы манағы олар бітімге келген жағдайда олар барлық күштерін жоңғарларып қазаққа қарай жұмсайтын болады да. Иә. Енді осында екі жақты олардың ішінде де мына негізі тарихы өте бізге қарағанда әлдеқайда трагедиялы да. Себебі 2 майдан соғысты айтуға болады. Бір жағынан қазақтар, бір жағынан мана Қытаймен соғысты, манжурлармен. Бұл соғыста қазақтың енді бағы бар екен, біз аман қалдық, жойылмай. Бұл жеріміз сақтап қалдық. Жоңғар мемлекет тарих сахнасынан жойылып кетті. 1755-59 жылғы осы 3-ші жоңғар Қытай соғысы кезінде жоңғарлардың тас-талқанын шығарып, мемлекетін құртып, халқын бәрін Қытайлар жаулап алды. Сол жаулап алған жерге Цинцзян деп ат берді. Жаңа жаулап алған жер, жаңа территория деген мағынада. Сол кейін біз манағы Шыңжаң деп айтты қазақтар, жалпы бұрыннан бұл Шығыс Түркістан деп айтылатын жер. Қазіргі мана Цинцзян ұйғыр автономиялық республикасы, бұл қазір сол жоңғар мемлекетінің территориясы. Жоңғарлар кезінде мана Қазақстанның қазіргі шығыс өлкесін, оңтүстік шығысында біраз территориясын өз қолына ұстап отырған. Ал кейін мана Құба қалмақтар, батыста қалмақтар 1770 жылдары, 71 жылдар бәрі ақылдасып, бір жағынан манағы Далай-лама Тибеттегі оларды өздерін шақырады. Мана босап қалған жер жатыр, мына жерде осы жерге көшіп келіңдер деген сияқты. Сендер ана жақта орыстың қол астында қалсаңдар жойылып кетесіңдер. Содан манағы бұлар қыста әбден дайындалып, Еділдің арғы бетіндегі мен Еділдің бергі беті Жайық пен екі ортадағы қалмақтар сөйтіп үлкен дайындыққа кіріседі, көшеміз деп 1771 жылы. Содан не керек? Қатты аяз болған кезінде мана Еділдің мұзы жарылып кеткен екен дейді. Еділдің ар жағында қалмақтар қалып қойған екен. Көше алмай қалыпты. Сол қалған қазір Астрахан облысының ар жағында Қалмақ республикасы деген бар. Қазірге Қалмеке, сол жерде қалған сол қалмақтардың, Құба қалмақтың қалдықтары. Қалған мана Еділ мен Жайықтың арасында қалмақтар көшіп, бір шамалап 10 айдай көшіп деп айтуға болады, шығыс Түркістанға жетеді. Жолда мана қазақтардан талай таяқ жейді, көп адам қырылады, 170 мың адамнан бір одан тіпті 4-тен 1 қалыс әрең жетеді деп айтуға болады. Бұл тарихта шаңды жорық деп айтады. Осы Қалмақ қырған деген Ақтөбе облысына қатысты бір арнаулы жер бар. Сол өңірдің қазақтары осы шаңды жорықтан қалған жер аттары. Себебі мана біз көбінесе Қалмақты айтқан кезде айтамыз ғой, бұл шығыста болған соғыс қой енді.
аңырақай шайқасы болатын болсын, Бұланты, Бөленті деп айтатын жерлердің бәрі. Бірақ кейбір ойлайды, неге бұл батыста қалмақ қырған деп айтады. Бұл манағы айтқан Шаңды жорықтың кезіндегі қалған жер аттары. Енді Ақтабан шұбырынды оқиғасына қайта оралатын болсақ, жалпы қазақ халқында мысалға сол Ақтабан шұбырындының салдарынан миллиондаған халық қаза тауып, босып, жер аударылып, елімайды жырлап, елінен қаңғып қалған қазақтардың саны әлі күнге дейін мысалға нақтыласақ, ол енді өзіңіздің аузыңыздан білгіміз келеді. Жалпы осы Ақтабан шұбырындыдан нақты қанша қазақ халқының пайызы азайды және осы Ақтабан шұбырындыны болдырмаудың жолы болды ма? Осы Ақтабан шұбырындыға байланысты әртүрлі аңыздар, миф, тарихшылардың қабылдамайтын мифтері бар. Соның біріншісі, қазақ халқы жойылып кетуге сәл ғана қалды деп айтады да. Қазақ халқы босып кетті, жойылып кетуге әрең қалды деген сияқты. Шын мәнінде, егер қазақ халқы сондай болып күйрей соққы жейтін болса, 1726 жылы олар Қарақияның түбінде жеңбесе, олмайтын болса, Бұланты мен Бөленті де жеңбесе, Аңырақайда жеңбесе ғой. Қазақ халқы дәл осындай қатты қиын болғаны қиын болды, бірақ дәл сондай бір жойылып кететіндей дәреже жеткен жоқ. Бұл кейбір тарихшылардың, әсіресе мына Тынышпаевтың жазып кеткендері. Одан кейін екінші айтатындар бар. Қазақ халқының сол кезеңде басы біріккен жоқ, хандар әр жаққа тартты, Әбілқайыр әскерін алып кетті, Сәмеке алып кетті деген бар. 100-ге бөлініп кетті. Мана Ұлы жүздің ханы өлгеннен кейін соны жолбарыстың орнына тағы үшін талас басталды деп айтады. Бұл да шындыққа көп сәйкес келмейтін дүние. Себебі мана айтқанда да Әбілқайыр 2 майданда соғысқа тура келді. Бір жағынан мана Құба қалмақпен, екіншісінде қазіргі айтып отқан жоңғарлармен. Сондықтан бұл екі жақты да бірдей ұстап тұру қажет болды. Ал Ақтабан шұбырында келетін болсақ, шамалап 70 мыңдай әскер, жоңғар әскері өтті дейді. Қазіргі мына Ұзынағаштың тұсынан басып кіретті. Бұл айтқанда таза Алматы облысының территориясы ғой. Сонда қазақтар бұл күтпеген соққы болып есептейді. Себебі бұл осы кезеңде 1715 жылдан екінші қазақ жоңғар соғысы болып отқан болатын да. Кешірім сұрайын, бұл жоңғар Қытай соғысы жүріп отқан болатын. Қазақтар дәл осы уақытта олар барлық күшін өздерін жұмсайды деп ойлаған жоқ. Себебі сол кезеңде Қытайдың император Канси өледі, уақытша бітім болады, соғыс тоқтатады. Әзірге сол уақыт соны пайдаланып, жоңғарлар барлық күштерін манағы қазақтың әсіресе Ұлы жүздің территориясына ары қарай орта жүзге сыр бойына жұмсайды, үлкен соққы береді. Сол кезеңде мынау ерте көктемде, көшпенді халық үшін соғысы өте қолайсыз. Себебі біріншіден қыстан манағы мал әлсіреп шығады, жуанның жіңішкенің үзілетін шағы дейді. Екіншіден еркек малдың көбін піштіріп тастайды. Бұндай кезеңде қазақтар қатты қиналып, енді көп адам өледі, оны әңгіме жоқ. Себебі малынан айырылған халық кейін 30 жыл қайтадан қайталанды ғой, 20 ғасырдың 30 жылдары. Сол қашып Өзбекстан территориясына кіріп кетеді. Бұхара, Хиуа, ары қарай Үргеніш, Самарқанд, бұл жердің барлығындағы жергілікті халықтардың өзі босып кетеді. Мана тарихи деректерде айталық, Хиуада 40 қана отбасы қалды деп айтады да, жергілікті. Қалған бәрін қазақтар басып кеткен екен дейді. Осы кезеңде шын мәнінде қазақтың батырлары көп, бұл айтқанда белсендікті өз қолына жинайды. Қазақ батырларының арқасында жауды тоқтатып, соққы беріп, кейін хандар, сұлтандар, билердің ықпалымен барлық қазақ күшін жинап, Әбілқайырды манағы бас сардар ретінде сайлайды. Сол үлкен соғыс беріп, мана айтқандағыдай Аңырақай шайқасы, тағы басқа шайқастар болатын осы. Яғни Ақтабан шұбырындалға Көлсуламадан кейін бағанағы Аңырақай шайқасымен бұл жоңғарларды сәл елден ығыстыру және оларға соққы беру саясаты іске асады ғой, іске асты, бірақ онымен аяқталған жоқ. Шамалап 1730-40 жылдар жоңғарлардың үлкен тағы несі болады, жорығы болады. Ол орта жүзде болады. Осы кезеңде Абылай сұлтан қолға түседі. Бұл да үлкен соққы қазақтар үшін. Бірақ манағы айтқандағыдай Ақтабан шұбырынды кезінде емес, бұл қазақ үлкен дайындықпен кіріседі. Кейін бұл император Галдан Серен деген кезінде болады, мында Хунтайжы, жоңғар Хунтайжысы, ол қазақтармен бітімге келу керек екенін түсінеді. Себебі ар жағынан қысып тұрған мана Цин империясы бар, Қытайлар бар. Қытайға қазақпен бітімге келу туралы көп манағы саясат жүргізеді. Мұнау Әбілқайыр хан кіші жүздің сол кезеңде ханы Құдандалы болады.
кіммен Себен Рабданмен, кіммен Галдан Серенмен. Галдан Серен өзінің тұтқында отырған Абылайды босатып жібереді. Абылаймен бірге көптеген адамдар босатыпты мана тұтқыннан. Бұның арғы мақсаты түптеп келгенде бұл қазақ пен жоңғарлардың арасын тіпті бірікпеген уақыттың өзінде де олардың мана бір-біріне бейтарап болу мәселесін шешкісі келгенде. Себебі екі жағынан, бір жағынан Ресей империясы қазақты қысып келе жатырды, екінші жағынан жоңғарлар қысып жатқан Цин империясы болды. Екі кішкентай халық осындай екі алып империяның ортасында қалып қойды. Жалпы осы бағанағы екі алып мемлекеттің ортасында қалған, мысалға қазақ жоңғар арасындағы ынтымақтастықты біріктіру саясаты неге іске аспай қалды? Неліктен, қандай проблемалар болды тарихта? Енді ең бастысы деп айтуға болмас, бірақ солардың бірі айталық дін. Екеуі де бір-бірін қабылдамайтын дін. Айналып келгенде, екеуі екі бөлек халық қой енді. Екіншіден, олардың анағы 300 жылдай соғысып келген қанша дегенмен тарихта ұмытылатын дүние емес қой. Оның үстіне бұлардың барлығы да көшпелі мал шаруашылығымен айналысқаннан кейін жайылым жер үшін таласатын болады. Алайда манағы жоңғар мемлекеті күйреп жатқан кезінде Абылай көптеген қалмақтар өзінің қатарына қосып алады. Оның ішінде Амурсана деген мана Қытайға қарсы соғысады, өзі Қытайдың әскерін алып келеді, бірақ артынан түсініп Қытайға қарсы соғыс жүргізеді. Өзі хунтайжы болғысы келеді. Сол кімді Амурсананы Абылай жасырып Қытайларға бермейді. Неге дегенде мына кім Баянға байланысты үлкен поэма бар ғой, Баян батыр деген, Батыр Баян, Осы жерде Батыр Баян манағы жіберіп, біз жіберейік жоңғарларға тимейік деген кезінде ол бастап соғысты дейді. Сол туралы көп айтылады, білесіздер ме енді. Осы Абылайдың саясаты ол өте жақсы түсінді. Егер жоңғарларды жойып жіберетін болса, Қытаймен екі ортада буфер деп айтамыз, мына ешкім қалмайды. Бұл қазаққа қиын болатын. Яғни қазаққа Қытайдан тікелей қауіп төнеді. Сондықтан ол мүмкіндігінше сол Қытайдың әскерін жібермеу үшін жоңғарлар сақтап қалу үшін күресті. Бұл Абылайдың көрегендігі. Үлкен саясаткер ғой. Үлкен саясаткер болған. Ал бізде шын айту керек, қазіргі уақытта әлі күнге дейін жоңғарлармен соғысып жатырмыз да, киноны да түсіреміз, неше түрлі көшпенділер фильмі бар. Көшпенділер фильмі болсын, басқа болатын болсын. Түптеп келгенде қазақтың бағы бар, біз сақталып қалдық. Жоңғардың тарихы өте күрделі және өте трагедиялық тарихта. Алайда мана өзіңіз айтқандағыдай тіпті қазақ пен жоңғардың мүмкін бірікпеген күнде де бірін-біріне көмектесетіндей мүмкіндіктер болған. Бірақ тарихтан өтіп кеткеннен кейін айту қиын. Қайталана ма, ондай бола ма, болмай ма деген сияқты. Бір мемлекет жойылды және сол мемлекеттің орнын қазір алып үлкен қызыл империя, яғни Қытай Халық Республикасы билеп отыр ғой енді. Және осы сұхбатымыздың соңында мынандай бір сұрақ, осы Ақтабан шұбырынды дейміз, қазақ халқының босып мысалға жойылып кету шағына тұспа-тұс келді деп тарихта жиі айтылады. Дегенмен мысалы осы кезеңдер қазіргі уақытта мысалға өзінің бағасын алды ма? Тарихи жағдаймен салыстырғанда, өйткені қазақ халқының басынан талай бұдан да қасіретті кезеңдер өтті ғой. Ең бастысы сабақ деп айтуға болады, мына халықтың бірлігі керек болды. Мынау біздің бірінші әнұранымызда алыптың қуаты халықта, халықтың қуаты бірлікте деп айтады ғой. Шын мәнінде Ақтабан шұбырындан алатын ең бірінші сабағымыз бұл халықтың бірлігі қажет болды. Біріккенде біз жеңдік жоңғарды. Қайтадан бытыраған кезінде руға бөлініп, жүзге бөлініп, алауыздық туып, хандар мен сұлтанды бір-бірімен күресіп жатқан кезеңде біз көп жеңіліске ұшырадық. Ең бастысы айтатын сабақ осы деп айтуға болады. Яғни жау ішкі жағдайды бақылау арқылы, халықтың арасындағы жағдайды бақылау арқылы нағыз әлсіз тұсында шабуыл жасап жаулаудың қамын ойлаған ғой негізі. Әлі күнге дейін жалпы бұл ұстаным негізі өз күшін жойған жоқ, өйткені ұлт ішінде, мемлекет ішінде алауыздық, араздық болса, бұл сыртқы факторларға күш күшейтуге бір себеп болады. Солай ғой. Көп рахмет, Серік Орынғалиұлы, алтын уақытыңызды бөліп, осы бір қазақ халқының тарихындағы бір ауыр кезеңдер жайлы көбірек анығырақ мағлұмат бергеніңіз үшін тыңдармандарымыз бүгінгі хабардан біраз нәрсені танып, түйіп, өздеріне ой түйді деген ойдамыз. Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, Азан радиосы эфиріндегі тарих тағылымы радио хабары өз мәресіне келіп жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің профессоры, тарихшысы Серік Орынғалиұлы болатын. Келесі эфирге дейін қош айтсамыз, аман сауда болыңыздар.
Адамзат таныған қоғамның қалыптасуы тарихпен тығыз байланысты. Өткенді білу кемел келешектің алтын кілті. Азан радиосының толқынында тарих тағылымы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Өркениеттердің өрлеуі мен құлдырауы, сұрақ пен жауаптың тоғысқан тұсында сіз білмейтін тың деректер. Тарих тағылымында сенбі және жексенбі сағат 20:00-де. Тарих тағылымы Әнуар Жаманқұловпен бірге.